Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қалай жағдайларыңыз? Менде қазір осындай бір нәрсе пісіріп жатырмын. Мынау дайындап қойғаным. Ал мынау піскені. Қазір Арнұр сабаққа кетейін деп дайындалып жатыр. Біреуін жеп, біреуін алып кететін болады. Мен жаңа ойлағам, басынан бастап қалай екен түсіремін деп, бірақ ұмытып кетіппін. Соған енді түсіріп жатырмын. Қараңыздар, өте әдемі күшті болады екен. Астыда. Иә, қазір жеп көреді. Бірінші қазір Арнұр жеп көреді. Былай болды. Былай. Нар жақта тағы біреу бар. Қазір бұны да жайып істеуім керек. Мен аз істеймін деп ойлағаным. Сөйтіп әжептеуір көптеу қылып істеп жатырмын. Қазір балдар сабақтан қарындары ашып келген кезде жеп қояды. Сәлем достар. Сәлем достар. Ана жақта Арнұр сабаққа кетуге дайындалып жатыр. Қазір шайын дайындауым керек. Уже уақыты болып қалды, иә, Арнұр, иә? Осылай бетіне жұмыртқа жағып аламыз, әдемілеп тұрып. Сосын пеште пісіре аламыз. Ар жақта жаңа істеген балдар жеп отыр. Бірінші рет істеп тұрмын. Атын қалай дейтін де білмеймін. Егер білсеңіздер, атын жазып кетіңіздер. Мен де мына жерге жазып кететін боламын. Қазір ал енді осыны пешке салып пісіріп аламыз. Уақыт болып қапты ғой, Арнұр. Күшті ма? Ас болсын. Етек алып кетесің ба? Қандай дәмі? Ас болсын. Арнұрға ұнады, иә? Күшті. Ал достар, біз клубникалы шоколад істейін деп жатырмыз қазір. Күннің бір уақыты болғанда. Шоколадтарымызды дайындап қойдық. Біз мынандай яшкинодан істейін деп жатырмыз қазір. Біз өз суымызды қайнатып дайындап отырмыз. Ал бізбен бірге осы яшкинодан жақсы шығады деп айтып жатыр. Жақсы ериді деп. Сол себепті осыдан істейін деп жатырмыз. Ал біздің қазір дайын болған кезде сіздерге бәрін көрсететін боламыз. Біздің бағамызды беріп, сіздерде комментке сіздер де істеп көріңіздер ма, жазып кетіңіздер. Ал біз кеттік. Күштілеп тұрып еріп жатыр. Күшті отырым. Қазір көріңіз. Жақсылап ертіп алайық бірінші. Бәріміз қазір жамырап жүр болсын істейін деп жатырмыз. Апалар уже бәрі жатып қалған. Біз деген осымен әуре болады. Ал достар, бізде клубникамыз мынандай болды. Шоколадымыз деген қатып қалса бола ма? Басында бір-екеуі ғана осындай әдемілеу шықты. Қалғандары болмады. Мына біреуін көріп тұрған шығарсыздар, шоколадта қатып қалған. Енді соған қазір былай ертіп алдым да қайтадан. Кішкене май құйып, жаңа май құймас деген ғой. Қазір май құйып істедім, бірақ сонда да шоколадымыз қатты болып тұр. Енді былай үстінен былай істеп шыға салайын деп тұрмын. Балдардың жегеніне болады. Енді мен бұл сатайын деп тұрған жоқпын ғой. Балдардың жегеніне болады деп шоколадты былай ертіп бетіне құйып істеп шығайын деп жатырмын. Қазір көрсететін боламын қалай істегенімді. Білмеймін неге екенін, менде яшкино қатып қалды. Или көп қайнатып қойдым ба суды, көп ыстықта ұстап қойдым ба, білмеймін енді ол жағын. Қазір былай бетіне құйып шыға салайын деп жатырмын. Ал достар,
Мына жақта балауса жүр. Сәлем деп жатыр сіздерге. Біз енді клубникамызды Құлпынайда дайындап. Мына қаншайым қыздарыңыз міне. Сәнім. Істеп холодильникке салып қойдық. Енді біраз қатқанын күтіп отырмыз. Ал мына жақта келсем, мен ботақаным осылай суреттерін өткенде раскраска көрсеткен болатынбыз. 7 майда ұлдарға берген қыздардың сыйлығы. Соны бояп қойыпты. Соны маған көрсетіп жатыр. 2 машинасын осылай түспен бояпты. Енді қалғанын қазір бояп көрсетейін деп жатыр. Мына жерге не жапсырсай? Наклейка жапсырып қойсай? Ана. Жапсырсай, қайсысын жапсырасың? Жүк алайын ба? Ал. Қай жеріне жапсырасың? Арнұр негізі ұйқысы келіп жатыр. Ана клубниканы жеп, сосын жатамын дейді. Негізі ұйқысы келіп жатыр, Арнұр, я? Қай жерге жапсырасың? Жапсыра қой. Жапсырайын ба? Жапсыр. Бәуірдік машиналарды соңын дейін. Бәуір ұшат. Қаяға жапсырасың? Тағы жапсырасың ба? Папасы мен боян деп. Міне. Бояғысы келіп отыр. Иконжы. Аға де. Икон аға жүр. Ағасы жүр мына жақта, я? Сердечко жасашы. Сердечко анасымсызде. Тағы. Амынан жапсып қойғам. Тағы қандай сердечко жасайсың? Мамасына осылай сердечко жасайды күнге. Жапсып қойғам. Молодец. Наяққа жапсырмайсың ба не? Қазір осыны бояп көрсетесің ба достарыңа? Бояйсың ба? Қайсысын бояйсың? Қайсын боясың үшін? Білмеймін. Мынауын жартысын боятқанын осыға қалып кеткен еді. Осыны боясың. Сен неге қоңырау түспен істегенсің? Мынау қара түспен істеу керек қой бұл. Дөңгелегі ғой, ар жағындағы дөңгелегі алдыңғы ше. Біреу ғой, екіншісі ғой. Қара болу керек қой бұл. Нәрсе, екі дөңгелек тұғын, екінің деп нәрсе ашын қоп қойын ғой. Жоқ. Ол алдында екі дөңгелек болады машинаның алдында, я? Сол дөңгелектің арғы жағындағысы дөңгелегі болды. Мынау бергі жағындағысы. Алдабек қандай түспен боясың? Қызыл түспен боясың, қызыл түсің бар ма сенде? Жоқ, ұшынан деп. Ұшы дұрыс емес па? Қандай түспен боясың? Ана айым бүйтіп қой. Ана көк емес не? Ана сары түсті айым ойнауып болды. Ол енді машинаны қандай түспен боясың? Сары түспен боясың ба? Қандай түспен боясың? Қазір біз бояп көрсетеміз, я? Анасым, сізге сердечко. Жүрегім мен. Бағам, мына шықынды алып оған. Байқалмайсың ба ол? Арнұр күнгедер ойнап жүріп, уже қап-қара күйіп кетті күнге. Аппаған деген. Красавчик енді қара бала болды. Қара баласың десем, тағына қара емеспін дейді. Қазір бояп бол, сосын көрсетеміз, я? Міне Арнұр көріп тұрғандарыңыздай бояп болды уже. Я? Уже ма? Уже бояйым оны? Уже бояпсың. Анасы помасты әдем түстер екен ғой. Қалай шығатын? Ана әдем екен ғой, я? Ана помасты бұл. Тоста қасандас. Бұл анудың помастесі. Кейін мектепке барсам сен де аласың, я? Міне мама болдым. Дайын. Жарайсың. Енді жаңа қандай машина жапсырасың? Итекте мен дәу болсам да мектепке, садикке бағала болу. Дәусің?
дәу сыймайды ғой мына жерге қарашы, жай аз. Bunu Басқа кішкентайын жапсыр. қаласындасың. Мынаны жапсырайықшы ана жерге. Жоқ, Болып жарайсың, ала қой, ала қой. Мен жапсырайын. Bunu oyаққа қоймайсың ба, анасы? Болма, шаршадың ба, жатасың ба? Онда сен құтынайды азанда жей салсай. Қазір жейсің ба? Ұйқысы келіп тұр. Бізде Арнұр кешке ерте жатады. Азанда 6-да оянып алады. Боямапты. Мен де қазір бояғым келіп тұр осыдан. Бояй берші, қалған Қазір мен мына түсті бояп көрсететін боламын сіздерге. бояшы, қалған түсті алып, көк түс па. Сенде қалам бар ба? Қаламмен бояқшы. Арнұр. Жарайды. Қалам азық қой. Жетеді ғой. Маған бір түс керек қой. Мен әсімді түсте бояй салыстым. Арнұр жатуға кетіп отыр. Ұйықтап қалсың, саған азанда алып қоямын, балам. Достар, мен мамам мені күшті бояп отыр. Әдемі шығып отыр ма? Ема, күшті ойатырсың. Жақыннан түсір. Әдемі ба, Арнұр? Мені достар, мен мамам бойына күштеп шығарды. Сіздерге ұнады ма бояған түсім? Арнұрдан анықтап көрсет. Мынау Арнұрдың боялғаны, ал мынау менің бояғаным. Сіздерге қайсысы ұнады? Комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Біз сіздерді оқитын боламыз. Я? Пока. Пока деңіз. Жасыл түс меніңше әдемі шыққан сияқты. Я? Саған ұнады ма, Арнұр? Маған да ұнады. Мен неге сұрт түс қыламын дегенім, бірақ сұрт түстің несі бояуы таусылып қапты. Салмастыр, неғым бар. Сөйтіп жасыл түс қылдым. Өте әдемі болған. Сәлем, достар. Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Мен басыма абылдып тұр. Достарға ұқтайындап тұрмын. Мына қыз ұйқыдан тұрып алып, не жеймін дейді? Клубничкалар. Бізде әлі бәрі ұйықтап жатыр. Бүгін демалыс болған соң балдарда тұрған жоқ. Бәрі ұйықтап жатыр. Бұл қыз клубника шоколад жеймін дейді. Кешегі біздің істегеніміз осындай болып шықты. Кеше жемегенбіз, шоколадты қатсын деп бәріміз балдарда жатып қалып, азанда шешеміз деп. Сөйтіп мына қыз азанмен тұрып алып жеймін деп жатыр. Соған мына жаққа тыныш қана әкеп беріп жатырмын. Себебі бізде ар жақта балдар ұйықтап жатыр, бәрі ұйықтап жатыр. Демалыс болғаннан кейін әлі ешкім тұрмады. Қаншайым қыздарыңыз тұрып алып жеймін деген соң мына жаққа әкеліп беріп жатырмын. Жаурап кеттім дейді бұл қыз. Ұйықтап тұрдың ғой сен? Же ғой. Дәмін көрші. Қандай шықты. Достар, бізге жазып кетіңіздер комментарияға. Сіздер қалай істейсіздер осыны, қандай шоколадтан істейсіздер. Бізгеше бәрі Яшкиноны мақтаған соң Яшкинодан істегеніміз. Бірақ неге екенін қатып қалды. Шоколад еріді, бірақ қатып қалды. Сөйтіп осылай болып шықты. Ал сіздер қалай істейсіздер, қандай шоколадтан істейсіздер. Ал біздің балдар негізі кеше бір-біреуден жеп алған, сразу күшті деп қояды, бірақ сонда да осылай болып қатты болып шықты. Қазір жейміз, қызым асықпа. Осылай болып қалды. Нейді? Шоколадымыз қатып қалды да. Сәл еріді, шамалы ғана еріді, сосын қатып қалды. Ал сіздер бұны қалай істейсіздер? Қандай шоколадтан істейсіздер? Әлде Қазақстан шоколадынан істеген дұрыс па? Мен ендігіде Қазақстан шоколадынан істеп көрейін деп жатырмын. Айтқандай, біреулер май қосады екен, біреулер сүт қосады екен. Сүт, майшы. Ала қойсе, басына ала қой ауырып кетсе. Біз кешегінде біріншісіне майды қоспадық.
сосын барып екінші қайтадан еріттім май қосып, бірақ онда да шоколадымыз қатты болып қалды. Сонда да амалдап былай істедік. Енді балауса екеуміз баламыз қосылып, мама былай жапсыра салайық деп осылай батырып әйтеуір өйтіп жапсырдық. Енді балдардың бір жеп тастағанға болады, бірінші істегенге болады деп ойлаймын мен де. Ал енді екінші рет істегенде міндетті түрде Қазақстан шоколадынан істейміз, майға араластырып тұрып. Ал сіздер бізге комментария жазып кетіңіздер, сіздер қалай істейсіздер, жалпы май қосасыздар ма, қоспайсыздар ма, бізбен бөлісіп кетсеңіздер. А то біз істей алмадық біріншісінде. Негіз балдар қатты жегісі келген, білесіздер қашаннан бері айтып жүргенін. Сіздерден бізге кеңес керек, сіздер қалай істейсіздер осыны. Міндетті түрде комментте жазып кетіңіздер достар, біз оқимыз и соны жасап көреміз, иә? Қаншайым, иә? Саған ұнады ма, тәтті ма, күшті ма? Ас болсын, иә? Ас болсын. Ал достар, біз жұмыстарымыз істеп бітіріп болып, енді балауса екеуміз кішкене шашка ойнайын деп жатырық. Балдар күнде ойнайды да осынша, тастар әрі шашылып жатады. Қазір жинап отырып балаусаға келіп ойнап көрейікші дейді адамдар. Қазір көріңіздер енді кім ұтады екен, кім ұтылады екен. Ал балауса сен жүре ғой. Жүреміз ғой. Бізде қаншайым асығыс, біздің қаншайымға тез сарт-сарт етіп істеп тастау керек болды. Мен камерадан көріп тұрған соң маған көрінбей жатыр. Қазір көреміз, кім ұтады екен, кім ұтылады екен. Біздің шашка ойнамағанда қанша жыл болып кетті. Басы сендерді мектепте ойнатады ма қыста? Шашка шахмат. Бірақ бізге шашка емес, шахмат ойнатады. Кейде шашка. Барлығы бар әйтеуір. Негізі мектепте жақсы ойнағам деген ба? Енді неше жыл болды ойнамағанымызды көреміз енді. Былай жүрсем екі тас жейді қазір. Былай жүріп көрейін, жесін мені. Сізден де. Екеу жейді екен бұл. Негізі мен байқадым өткенде балдармен ойнап, үйде інілермен ойнап жатқан кезде көбінесе андай жеу ұмытып кетеді екен бұл қыз. Сол ұмытып кетті. Қазір мен былай жүрсем жүре берейінші. Мен негізі телефонды сап тұрған екен. Мен онша андай қылмай жатыр, онша ойнай алмай жатырмын. Мына бір тасын жоғалтыпсың, сосын анан қоя салдым енді. Сау бол. Сау бол. Бізде бүгін ауа райы салқын болып тұр. Кеше азаннан кешке дейін жаңбыр жауған. Ойлаймын, мен қайсын жүремін сонда? Қаран жүреміз ғой енді. Қаран жүре берсең дейді қаншайым. Қараннан басқа не жүрем, қызым? Арқаға жеу бар айтып қойын осы бастан. Былай жолымды ашып алмасам. Canım. Siz var. Falan bir şey. Мен негізі дұрыс ойнай алмай жатырмын ше. Маманың қара ақмырсай. Мен сізге бауырсада алып берем қараны. Аппақты. Құдай, маған не болды? Мен ұтылайын деп тұрмын. Сізге бауырсада аппақты ұтып берейін ба? Қалай ұтып бересің? Қашан? Қызым. Айы. Болмайды олай істеуге, неге қой қатасты. Олай болмайды ғой қызым. Ұтып беретін ғой. Жаным сол. Ар жақта қанша тастарың тұр ғой. Сізге тастар жүр ғой.
Anasını bir doğa karalaşma bir şey. Жоқ. Niye karalaşmadı? Ama saklatma. Basırsın. Мен былай жүрем деп ойлап қойдым ғой. Anasını Мен karışır. бұл жолын ұтылайын деп тұрмын. Жолың бәрі жабылды уже. Мына жақта жабылып тұр, мына жақта жабылып тұр. Мен негізі дұрыс ойнай алмадым мына жаққа. Телефонға көбірек неғып қарап қалдым да. Ау. Иә, ойнай ғой. Санашы 1, 2 деп. Қане енді қайсың жүресің, жүре ғой. Siz söylemiş mi? Altı. Annesinden nereye koydun? Иә. Anası. Бұлай жемеген үшін аламын. Anası. 1. Onu koyayım ben. Мен жолдарым жабылды негізі. Бұлай жүрсем қазір жейді. Бұлай жүрсем жейді. Бұлай жүрсем жейді. Nanesi. Бұлай жүрсем тағы жейді. Бұлай жүрсем тағы жейді. Болды, мен ұтылып тұрмын ғой. Санай бер. Ал достар, көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде қазір балауса ұтып тұр. Менің жолдарым бәрі жабылды. Болды ғой, жейсің ғой, бәрібір жейсің ғой. Yine sararken video açıyorsun. Бірінші раундта мен ұтылдым. Қазір тағы Kanca olған еді? көп қалды. Қазір тағы бір ойнап көрейік, сол кезде көреміз кімнің жеңетінін. Ben buldum ağız kırdı. Ben de sarayım boğazım. Ben de sarsılmadım. Ben de dostlar annem sararsın da saraydım. 1, 2, 3. Anlaşım. Anne bu şey böyle bak burada. 1, 2. Onda böyle ben yanına yakar. 1, 3. Қызым олай санамайды ғой. Олай санамайды ғой, бүйтіп санайды. 1, 2, 3, 4. Сана. Ал достар, мен көріп тұрсыздар. Біз екінші раунд ойнап жатырмық. Мен ақпын, балауса қара. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мен жолдың бәрін жауып тұрмын. Балауса уже ұтылдым мама деп жатыр. Бірақ сонда да мен соңына дейін барайық деп жатырмын да, қазір көреміз кімнің ұтып, кімнің ұтылатынын. Бәрі сіздерге көрсететін боламын. Мынаны былай барсам жейсіз, былай барсам жейсіз. Аяқтап барамайым. Былай барсам жейсіз, былай жүрсем жейсіз. Әні көріп тұрсыздар, жолдың бәрін жауып тұрмын. Артқа қайта алмайым. Енді не істейміз, ұтылдың ба? Жүрем. Жүресің бе? Ол мен қанша уақыт жүресің? Oturdum. Ben oturdum var Enes. Дұрыс Come қой. on. Он жүре алатын сияқтымын. Бәрібір де бір таспен өз жаққа шыға алмайсың. Come on. Менде көп тұрса, тас көп, жолда көп менде жүреді ғой. Come on. Ал достар, көріп тұрғандарыңыздай, бізде уже балауса ұтылдым болды, ойнамаймын деп жатыр. Уже жеңілдім, менде шанс аз дейді. Кейін мен былай дамкеге шығуыма болады. Шығамын. Қоқо тасымды. Жегенде ма? Иә. Менде шанс аз болды деп отыр бұл. Мына жақта клубника шоколад немді жеймін деп отыр. Арнұр да оянды. Бәрі оянды. Бүгін Арнұр көп ұйықтадың, иә? Сөйтіп, бүгінгі видеомыз осымен аяқтайын деп тұрмыз. Мына жақта қыздарың жүр. Клубника шоколад. Сөйтіп, осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Сіздерге бүгінгі видеомыз ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және бізді қолдап кетіңіздер. Сосын клубника шоколад дейді, қалай істейсіздер, сонда міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен ертең Құдай қаласа тағы істейміз. Бізде бүгін тағы жаңбыр жауып тұр. Ауа бұлттанып тұр. Сол себепті Құлпынайға шықпаймыз бүгін.
ертең шыққан кезде міндетті түрде қайталап істейтін боламын. Сол себепті бізге сіздер қалай істейсіздер, соны міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сіздердің кеңестеріңізбен дәл солай істейтін боламыз. Ал бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Всем пока.